Ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар? Бүгін біз видеокарта атауындағы әріптер мен сандар нені білдіретінін үйренетін боламыз. Сондықтан экран алдына жайғасып, видеоны соңына дейін көріңіз. Әлемде жалпы видеокарта чипін өндіретін екі компания бар. Ол Nvidia және AMD. Сонымен видеокарта атауындағы әріптер мен сандар нені білдіреді? Анықтап көреміз. Алдымен Nvidia видеокарталарынан бастаймыз. Видеокартаның бірінші элементі бұл индексі. Ол GT, GTX, Quadro немесе RTX болуы мүмкін. Индекс атауы негізінен видеокартаның қолдану сферасын анықтайды. GT ең төменгі өнімділіктегі видеокарта, көбінесе офистік және үй компьютерлеріне қойылады. GTX орта немесе ортадан жоғары өнімділіктегі видеокарталар. Бұл көптеген ойындарға жарамды және ойын компьютерлеріне орнатылады. Quadro профессионалды қолдануға арналған күрделі 3C бағдарламалармен жұмыс жасауға жарамды. RTX 2018 жылы алғашқы Turing архитектурасында шыққан видеокарталар буынынан. Ол ойындағы бейненің шынайы көрінісіне жауап береді. Nvidia модельдерінде әріптерден кейін бірден бірнеше сандар жазылады. Алғашқы екі сан әрқашанда видеокартаның поколениясын білдіреді. Бұл сан қанша жоғары болса, соншалықты видеокарта жаңа деген сөз. Үшінші сан модельдің қатардағы орны мен өнімділігінің көрсеткіші. Мысалы 6, 7, 8, 9 деген сияқты. Видеокарта атауынан кейін тағы да әріптер болуы мүмкін. Олар видеокартаның ерекше сипаттамаларын көрсетеді. LE ол сипаттамасы төмендетілген видеокарта. Мұндай видеокарталардың бағасы әдетте арзандау болады. OS зауыттан программалық үдетілген видеокарта. TI видеокарта чипіне қосымша CUDA ядролар қосылған, сондықтан TI видеокарталары өзінің бауырларынан 10-20%-ға күштірек болады. Ал AMD видеокарталарының атауына келер болсақ, олардың барлығы RX таңбасынан басталады. Одан кейінгі сандар индекс моделі. Бірінші сан видеокартаның поколениясын білдіреді, екінші, үшінші сан видеокартаның өнімділігінің көрсеткіші. Ал төртінші сан қашанда 0 болады. Индекс моделінен кейін X немесе XTX әріптері болуы мүмкін. Бұл видеокартаның басқаларынан күштірек екендігін білдіреді. Достар, видео ұнаса лүпіл басып, өз ойымызбен пікір жазып бөлсеміз, арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып қойыңыз. Сіз болып, біз болып қазақша контентті қолдап, қазақ елінің компьютерлік сауаттылығын арттыруға ат салсайық.